Сәлем достар! Бүгін 2004 жылы шыққан америкалық драма-комедия жайлы айтатын боламын. Киноның аты «Көрші қыз». Жоғарғы мектептің оқушылары естелік үшін альбомға түсіп жатыр. Әр бітіруші «Мен ешқашанда ұмытпаймын» деген анкетаны толтыруы тиіс. Спортшылар жеңістерін, білімділер олимпиада жетістіктерін, ал бұзақылар кіммен кездесті, қалай болды деген сияқты өткендерін ұмытпайды. Мэтью Кидман бұндай естеліктерін еске алуға да қиын, себебі жақсы жоғарғы оқу орнына түсу үшін жатпай тұрмай оқитын. Ол өз анкетасын әзірше жазбай бос қалдырды. Мэтьюдің екі досы бар, олар сабақты жақсы оқиды. Ол екеуі үнемі бос уақытында ұятсыз кинолар көріп, әдемі қыздармен жатуды армандайды. Мэтью сабақтан бос уақытта мектеп оқушыларды басқару комитетінде жұмыс жасайды. Олар камбоджалық білімді оқушы үшін Америкада оқу үшін $25,000 жинап қойған болатын. Осы жиналыстан соң бітірушілер осы жиналыстың құрметіне сабақ орнына жағажайға барады. Мэтью достарына бірге барайық деп ұсыныс тастайды. Бірақ достары әртүрлі себептер айтып, сабақты тастай алмаймыз деп бас тартады. Мэтью жалғыз өзі баруға бел байлайды. Айналасына көз тастап, жастық бойындағы фобиядан қорқып, көлігінде отырып бара алмай қалады. Үйіне оралғанда көрші үйдің алдында тұрған бір көлікті байқайды. Жаңадан көшіп келіп жатқан кім екен деп ойлап қояды. Кешке жақын Мэтью қоқыстарын далаға шығарып жатқанда әдемі ыстық қызды көреді. Ол көлігіндегі жүктерін кеш батқанға дейін тасып жатыр екен. Екеуі бір-бірімен көз қарасып, Мэтью оның сұлулығына тәнті болып, басы айналып қалып, қоқыс жәшікке сүрініп құлайды. Сұлу қыз болса жай ғана күліп үйіне кіріп кетеді. Мэтью досына асыға қоңырау шалып, әлгі бейтаныс ару жайында айта бастайды. Тіпті оның бөлмесінің терезесі Мэтьюдің терезе алдына қарама-қарсы болады. Дәл сол уақытта бейтаныс ару шешініп жатқан еді. Ару айналып қарап, Мэтьюді байқап қояды. Қорқып кеткен Мэтью жарықты сөндіріп тығылып қалады. Кенеттен бейтаныс арудың аяқ дауыстан келе жатқанын көріп қояды. Мэтьюдің ата-анасы шақырып алады. Қатты қорыққан Мэтью енді ата-анасынан сөз естимін, бейтаныс ару шағымданды деп ойлайды. Бірақ ол анасынан жай ғана бұл қыз көршіміздің туысы деген хабарды ғана естиді. Есімі Дэниел екен. Анасы Мэтьюға Дэниелға қаланы көрсетіп кел деп бұйырады. Екеуі көлікте біраз үнсіз отырады. Мэтью болса не айтарын білмей қобалжи береді. Дэниел тоқтап тұрып, әділетті болу үшін сен де менің алдымда бір рет жалаңаш шешіну керексің дейді. Мэтьюдің киімдерін Дэниел алып қашып қала ішінде біраз жалаңаш жүгіруге мәжбүр қылады. Сосын жаны ашып, оған қайта оралады. Дэниел енді оған ренжімегені жайлы айтып, жақын жердегі кафетерийге барады. Дэниел өзі жайлы айтып, жақында бұрынғы жұмысын тастап, жаңа өмір бастағаны жайында айтады. Мэтью оның жігіті жоқ екенін байқап қояды. Мэтью мектептегі бітірушілер жайында сөз қозғап, олардың жарқын уақыттарын айтады. Бірақ Мэтью да жарқын уақыты жоқ екенін түсіндіреді. Дэниел Мэтьюға қызбен ешқашан болмадың ба деп сұрайды. Мэтью иә дейді. Келесі күні Мэтью достарына өз оқиғасын бөліседі. Достары оған неге қатынасқа түспедің деп сұрайды. Тәртіпті болып өскен Мэтью ішінен қобалжи береді. Дэниелді неге сүймедім деп ойынан кетер емес. Сабақ ортасында Дэниелдің күтіп тұрғанын көреді. Дэниел оны шақырып сабақтан қаш деп ымдайды. Екеуі біраз серуендеп ашық танысады. Кешке болғанда Дэниел Мэтьюді біреулердің бассейніне шақырып, бірақ Мэтью қалтырап бас тарта береді. Қанша киімі аз болған сайын Дэниел өзіне тарта береді. Ақыры келісіп суға Дэниелмен бірге түседі. Кенеттен үйге қожайындары оралады. Ол мектеп директорының үйі болатын. Енді қосылайын деп жатқанда директорды көріп, екеуі киімдерін алып қашып кетеді. Енді осы істен соң Мэтьюдің естен кетпес оқиғасын жазатын әңгіме болатын болды. Қолдарынан ұятсыз кино ғана көру келетін достарына Мэтью қасына Дэниелді ертіп барады. Олар жергілікті кеш думанға барады. Сұлу қызды ертіп келген Мэтьюға
Небір жігіттер көз тастап таңдана қарайды. Сары қызды жергілікті жігіттер Мэтьюдан тартып алмақшы болады. Және оған есікті көрсетіп шығарып жатқанда, өз қорқынышын жеңіп, Дэниелді елдің көзінше сүйе кетеді. Осылай ол батылдық танытып, ертесіне мектепке риза болып келеді. Мектепке келе сала досымен сөйлесіп қалады. Ол оған Дэниелдің ұятсыз киноға түсетінін көрсетеді. Оған қатты ашуланған Мэтью енді қайтып көрші қызбен сөйлеспеймін деп айтады. Оған досы онымен қосылып, бір рет болсын жат деп айтып қалады. Әбден қозып жүрген досы оның пайдалы жағын ойластырып, пайдаланып алайық дейді. Оны нағыз өзіңді құмаршыл еркек сияқты көрсет деп азғырады. Сосын төсекте жақсылап тұрып сазайын бересің дейді. Қанша өзін басқаша көрсетсе де, Дэниел оның бетпердесін біліп қойып, оға ренжіп қалады. Дэниел бұрынғы жұмысын білгенін қаламаған еді. Дэниелге Мэтьюдің пәк ретінде жақсы көрген ұнаған болатын. Көңіл күйі шұлғына түскен Мэтью енді оны бейне ойындар, сабақтар қызықтырмайтын болды. Шыдамы таусылған Мэтью Дэниелдің үйіне барып кешірім сұрап жатқанда, оларды брутальды Келли есімді ересек жігіт сөздерін бөліп жібереді. Өз есімін Келли деп айтып, ол ұятсыз кинолардың продюсері ретінде таныстырады. Келли Мэтьюді өзімен бірге ұятсыз клубтарға алып келеді. Мэтью сигар түстеп, өзін бір керемет батыл адам ретінде көрсетеді. Келесі күні Мэтью достарымен кешегі өткен жағдайды айтып, бөлісіп отырады. Жігіттер денсаулық сақтау сабағында қалай мектептен соң жүкті болып қалмау жайында видеоны қарап отырады. Достары ол видео өте ескі, және де оны қарау мүмкін емес деп айтады. Мэтью үйіне оралғанда Дэниел мен продюсердің заттарын жинап кетейін деп жатқанын көреді. Келли Вегастағы фестивальға бара жатырмыз деп, және онда Дэниелдің жалаңаш билеуі керек екенін деп айтады. Дэниел қиналып тұрып, ұятсыз киноны тастап, жаңа өмір бастағым келген еді дейді. Бәрібір өзімен қаша алмаймын деп күрсінеді. Мэтью достарын ертіп Вегасқа жол тартады. Мақсаты Дэниелді сол өмірден алып шығу еді. Вегаста Мэтью Дэниелді кездестіріп мән-жайды түсіндірмек болады. Бірақ Келли оны бөліп алып кетеді. Продюсер Мэтьюға жайыңа жүр, бизнесті құртпа, оны мазалама дейді. Мэтью бәрібір берілмей Дэниелға алғашқы таныстық күнгі суретін береді. Сосын достарын алып өз қаласына оралады. Ертесіне есік алдында Дэниелді көреді. Дэниел жұмысын тастап келген екен. Дэниел Мэтьюді сабаққа апарып есік алдында сүйеді. Үздік оқушы мектепке барып, бүгін кешке шығатын нәтижені ойлайды. Сол нәтижеге байланысты ол стипендия алатын еді. Сабақ барысын өте ашулы Келли үзіп Мэтьюді желкелеп мектептен алып шығады. Ол сен себепті Дэниел жұмыстан кетіп қалды деп айыптайды. Келли Мэтьюға алдап экстази беріп, оған шарт қояды. Дэниелді қайтарасың, немесе бәсекелесуінен ұятсыз киноларға арналған сыйды ұрлап бересің дейді. Мэтью екіншісіне келіседі. Келли Мэтьюді алдап соққан екен. Өзі оны ұрлыққа жіберіп, артынан полицияға қоңырау шалады. Ұрлыққа түскен үйдің тотыққысынан әрең және полициялардан құтылған Мэтью достарына алып кет деп айыптайды. Арнаулы кешке жарты сағат кешігіп барған Мэтью бәсекелестері сияқты Кеннеди болып сөйлеудің орнына махаббат жайлы сөздерді айтып шатасады. Жәрдемақыны Мэтью ұтпаса да, осындай сөздер үшін Дэниел қатты таңқалады. Сосын Мэтью банкқа камбоджалық үздік оқушыға арналған $25,000 шығарып алуға барғанда, Келли кассирді алдап Мэтьюдің мұғалімін деп алдап алған болады. Кассирші өзі кінәлі болса да Мэтьюді кінәлайды. Шарасы таусылған Мэтью Дэниелға келеді. Бірақ олар $25,000 қайдан табуға болатын идеяны тез ойлап табады. Мэтью мен Дэниел тотықұстың қожайынан келіп, ұрлаған сыйын қайтарып, 50%-ға бітірушілермен кино түсіруге ұсыныс тастайды. Дэниел осыған екі құрбысын ертіп келеді. Мэтьюдің достары бітірушілер кешінде студия жалдап, мектептің қояншық жігіттерімен киноға түсіруге шақырады. Кино түсірілді. Кеш керемет өтті. Үйіне оралғанда ата-анасымен Келли отырған болады. Ол Мэтью түсірген видеоны Мэтьюдің ата-анасына көрсетпекші. Брутал жігіт кинодан түскен ақшаның бәрін бері, әйтпесе бейнежазбаны ата-анаға көрсетем деп бопсалайды. Мэтью көрсете бер деп сенімді айтады. Видеоны қосқанда онда ұятсыз кино емес, мектепке арналған сапалы видео болып шығады. Онда қалай қауіпсіз қатынасқа түсуге болатыны жайлы айтылған еді.
Фильм жақсы сатылымға шығады. Мэтьюге түскен пайызы камбоджалық оқушыға және жаңа BMW көлігіне жетеді. Мэтью Келлиге бір қорап сигар жіберіп, соғысты тоқтатайық дейді. Бірнеше күн бұрын ғана Мэтью Кидман өмірінде ешқандай қызықты оқиға болмаған еді, және мектеп альбомында жазатын ешнәрсе таппаған еді. Бұның бәрі мектеп альбомында бірінші болып жазылатын болды. Енді Дэниел мен Мэтью бірге. Тағы да осындай киноларды көргілеріңіз келсе, Казкино каналына жазылыңыздар. Сау болыңыздар.